Сәлем достар, сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Онлайн сатып алулар күнделікті өмірдің бір бөлігіне айналды. Бірақ бәрі бірдей сенімді ме? Бүгін біз қарастырамыз. Онлайн сатып алған затты қалай қайтаруға болады? Қандай жағдайда ақшаңызды заңды түрде қайтарып ала аласыз? Алаяқ сайттардан қалай қорғануға болады? Жауаптар заңмен негізделген және түсінікті тілмен. Онлайн сатып алушы қандай құқыққа ие? Қазақстанда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заң сізге сапасыз немесе сәйкес келмейтін тауарды қайтаруға немесе айырбастауға, тауар туралы толық және дұрыс ақпарат алуға, келісім шартты бұзуға, егер тауар кешіктірілсе немесе алдасаңыз, электрондық сатып алуда да кәдімгі дүкендегідей құқықтарға ие болуға. Қайтару мен шағым жасау тәртібі. Сіз тауарды алған күннен бастап 14 күн ішінде қайтаруға құқылысыз. Тауар пайдаланылмаған болу тиіс, таңбасы, қаптамасы сақталған. Сатушы ақшаны 10 жұмыс күні ішінде қайтаруға тиіс. Егер тауар ақаулы болса, 30 күн ішінде тегін жөндеу, айырбастау немесе ақшаны қайтару ұсынылу керек. Қайтарудан бас тартса, жазбаша талаппен және чекпен арыз жазыңыз. Онлайн сатып алуда неге назар аудару керек? Сайтта заңды мекен-жай, ИИН және байланыс номері бар ма? Сатушы туралы бөлім бар ма? Мерзімі жеткізу шарты қайтару ережесі көрсетілген бе? Төлем беті қорғалған ба? Пікірлерді тексеріңіз. Жалған сайттарда жиі тек жақсы пікірлер болады. Құқығыңыз бұзылса, қайда шағымдануға болады? Тауар алған интернет дүкенге ресми жазбаша талап жіберіңіз. Жауап болмаса, тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетіне. Егер бұл алаяқ сайт болса, полицияға жүгініңіз. Ақша банктік карта арқылы төленсе, банкке чарджбек талап етіңіз. Қалай өзіңізді қорғауға болады? Тексерілмеген сайттардан сатып алмаңыз. Алдын ала төлемнен сақ болыңыз. Скриншоттарды, хат хабарламаны және чек төлем деректерін сақтаңыз. Телеграм немесе Инстаграм сатушыларын сатып алғанда да кепілдік сұраңыз. Егер тауар жеткізілмесе, жазбаша талап және арыз дайындаңыз. Онлайн сауда бұл ыңғайлы, бірақ тек құқықтық сауатты болсаңыз ғана қауіпсіз. Егер бұл видео пайдалы болса, лайк басып арнаға жазылыңыз. Төменде пікір жазыңыз. Сіз интернеттен алдыңыз ба, немесе сәтті сатып алдыңыз ба? Келесі видеода интернеттегі жалған пәтер жарнамаларына қалай алданбау керек? Кездескенше сау-сау, сәлемет болыңыздар. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды.